Bismillah, қолға тағы байрақ алдым. Емес қой бәрі бұлбұл сайрағанның. Ассалаумағалейкум жалпы қазақ. Аман ба мал мен жаны айналаңның. Жайықтан жолаушылап жолға шықтым, жағдайын білейін деп қайманамның. Мейман боп адам байғұс қайда бармас, Құдайдың дәм мен тұзы айдаған күн. Толғасын 300 жасқа ұлы бабам, қайнауы басылмасын тайқазанның. Тұяғы тасу атқан тұлпарың ем, төскейін бүлкілдеткен байдаламның. Алысып ауыздықпен шыққанымда бос сөзбен қажетіне байбаламның. Қолтығым сөгілгенше шабайыншы, көп болса соғымыңа айналар күнді. Алғысын алайын деп адал елдің, далақтап санай тыста шаба бердім. Ағайын естігенім жалған болар, тыңдайтын ақиқатты сана берген. Айтайын мен жолшыбай көргенімді, мұқият құлағыңды сала берген. Ақтөбе, Қызылорда, Шымкенттей далиған даңғайыр кең дала көрдім. Иыққа ала қапшық асып алған кейуана ақжаулықты ана көрдім. Батасын бестиынға саудалаған ақсақал абыз кеуде дана көрдім. Арбамен қайыршылап жәутеңдеген шолақ қол ағаш аяқ аға көрдім. Су сатып күн астында күнін кешіп, жанарын жасқа малған бала көрдім. Жетсін деп үкіметтің құлағына, солардың мұң-мұқтажын ала келдім. Алқалғалың әлеумет, шаң баспасын дептілі, шал бұйрықтың шашасын, балас едім қойшының, деп өскен көсем жасасын. 7 жасқа толғанда әкем кеткен бақиға, маған беріп асасын. Одан кейін қоса жем, олар да солай жамылды, 4 құлаш кебін матасын. Биылғы жылы болғанда аттандырдым анамды, бұйрықтан қалай қашасың, әлдилеп сүйген адамды ажалға қайтып сатасың. Жетімдіктің көп көрдім, қасіретімен қабасын. Мен 10 жасымнан шиырдым асылда ойдың сақасын. 13-те шықтым сақынаға, Құдайың өлең берген соң үйіңде қалай жатасың. 17-ме келгенде Алматыға аттанып, білімнің алдым сапасын. Көшесінде Казгудың ғашық қылдым мен талай, қарындасын біреудің біреуінің апасын. Жемпиге талай жаяу барғанмын, аяқ киімнің қажатып айлы түнде тақасын. 20 жасым толғанда кітабымды шығартып, анау отқан жүрсіннің алғанмын аппақ батасын, сөзімнің тапшы қатасын. Солайда солайды, солайда солайды, бұл күніме қанағат, өткеніме салауат. 12 перне қош жектің бауырына ойнақтап, саусағын кетті салалап, тұла бойын жағалап. Маңғыстаудың бойы шаңды қиян, Еділдің бойы қанды қиян, Жайықтың бойы майлы қиян, сол 3 қиянның бойынан алған сенім адалақ. Шаршы топта шабаты, сыдыр маяқ сұр көжек, қаз мойынды қазанат. Мін осындай балаңның қазлар берсін бағасын. Қиянат деген жаманат, қия баса қолдар қалайық саған аманат.
жеткен батырдай алдаспанын сермей көктен жетімдікті көп көрдім деп айтасың мұңыңды бөліспек боп терлей көппен сенің әке шешең де бақытты ғой баласының өлгенін көрмей кеткен ай ау бісміллә қылар сөздің мәзірін бай бір құдай қуаттасын қажырымдай бармысың бауырларым бірге туған көңілі кең жайлаудың жазығындай алдыңа келгенімде айғайласаң сендерді кетпеуші едім разы қылмай араға бір жыл салып тағы жеттім табылған күлтегіннің жазуындай мен бақытты қазақтың баласымын қағбаға қолы жеткен қажығұлдай Астана қазағымның жас барысы 6 ғасырға жетер азығындай Ал Алматым ұл елімнің арыстаны Алатау арыстанның азуындай Райымбек бабам қолдап тұрған кезде қайтпайтын қайсарлықтың қазығындай ай Қабанбай Айдар ұраны Семейдің келді ұланы Боранбайдың сөздері бойына таққан тұмары айналайын ағайын өзіңнен қуат алармын дария болсаң толқыған тамшыдай болып тамармын көк аспан болып күңіренсең жаңбыр боп жерге жауармын кең дала болсаң қиырсыз құлындай ойнап шабармын адырна болсаң айбатты жебедей ойран салармын шоқпарың едім сілтесең тиер жерімді табармын төрінде мынау даламның шегініп қалай қалармын жаратқан ием дем берсе артынан мынау ел келсе алдыма келген ақынды қайыңнан алған қазықтай жаныштап жерге қағармын ай ал бауыржан аманбысың қызық бала көзімді бір тастайын үзік бана айтыстың тың жүйрігі өзің едің жүретін бой жасырып тыныш қана мені бір жайратайын дек белдің бе оралдың аламанын бұзып дара дегенмен алдартыңды байқап қара тілімнің ұшы найза жүз ұстара қопаңдап отырысың бір түрлекен секілді бұзау мінген бұзық бала билеуден жалықпайтын ақынсың ғой үйренген теке құсап сүзік қана бетпе-бет айтысуға келгендіктен шыдармыз қызыққа да шыжыққа да қымыздай қышқыл сөзбен қытықтасам қызығып көп ішем деп қызықпамау ай бауыржандай ақынмен айтысу деген бір ғажап қарық боп қалсын қалың ел айтыстан алып шын ләззат әдемі жарыс болмаса қылмаспын сені құрмаса көп ішінен сені іздедім жағымды қызыл тіл ғажап кезегіңді алып бір сөйле қылғандай тұтқын жырдасат жеңімпазы жоқ күрестен жалықпаушы еді бұл қазақ ай Ішік баяғы бап көрінбейді ағаңда жай адамға берілмейді текеге келе сала теңедің ау деуші едім сен ешкімнен жеңілмейді ол деген бұзып тынат сүзіп тынат текеде тектен текке шегінбейді мен емес қиянатшыл қасал бастың күйігін дәметеміз қашан қастың
қазық қып қағамын деп екілендің, сен менің екпінімді баса алмасың. Мың жерден тыраштанып секірсең де, өзіңнің кіндігіңнен аса алмасың. Бірінші деп айтайын, білуімше мен сені ұлабайға жалғассың. Кеудең толы қазына, өлеңге бай қалмасың. Екінші деп айтайын, екіленіп келгенде жарқылдаған алмассың. Үшінші деп айтайын, үзілмесін үмітің, одан әрі жалғасын. Сен құлақтан кейін шыққан мүйізсің, оны да көңілің ауласын. Анда-мұнда сондықтан сұға берме басыңды, мүйізің сынып қалмасын. Ойнаңыз да күліңіз, аман есен жүріңіз, мұны төрттеп біліңіз. Дүнияның зарқынан, дүнияның зарқынан не бір жақсы өткен жоқ. Жаны жаздай жайнаған, не бір жайсаң өткен жоқ. Базарлы тойын тойлаған, не бір патша өткен жоқ. Тайталасып дағы үшін басын оққа байлаған, не бір байың өткен жоқ. Мұңғыртып жылқы айдаған, не ақының өткен жоқ. Саман желді сақарда сандуғаштай сайраған, не батырың өткен жоқ. Кәнекей дұшпан қайда деп сығырданы қайнаған, Қабанбай мен Бөгенбай, Наурызбай мен Ағыбай халықтың қамын ойлаған. Дүкенің ұлы Райымбек көзінде жалын ойнаған, байбақтыда сырындай астына мінген от ақмоншақ ауыздығын шайнаған. Осылардың барлығын сен туғыздың қайманам. Ал сен өзің байқаттың ау жағдайыңды, дұрыстап түсіндірмей мән жайыңды. Сөзіп бұзып тұнамын деп айтасың. Әнгернеп жатқан жандай таңдайыңды. Теке деген білесің мақұлық қой, ол жайлы айта берсем ән дайынды. Көзсіз көрінгендерді сүземін деп тас құрып алып жүрме маңдайыңда бай. Жолығып батыс жақтың баласына, айтыстың тап келіппін таласына. Төкпелеп термелеуің әдемекен сіңдірген ағайынның санасына. Ептақынның біреуі болсаңдағы ініңнің жармаспадың жағасына. Термеңнің анда-санда ау-бауыр жан, Ринат деп қосып қойшы арасына бай. Ал Райымбек қасиетті қасқыр бабам, екпіні ерекшеді тасқындаған. Басына бейітінің бір соғуды, бұл күні қылды жақсы дәстүрді алам. Кезінде сол бейітті құлатпақ боп, ерекше бір ауру асқындаған. Трактормен күреңдер деп бұйырыпты. Тексіздер намысыңды қастырнаған. Ешкімнің де күреуге дәті жетпей, бәрі де бұл бұйрықтан қашқындаған. Бір керек тракторге отырасап, қылар түгі жоқ депті тастың маған. Сол кезде тракторы жүрмей қалып, бір тылсым күш көрсетті рас бұл ғалам. Кейіннен байғұс кірек мүгедек боп, оны да ажалы көп тостырмаған. Ағайын мін осындай бір іс бопты, қазақтың абыройын шаштырмаған. Тірлікте еңкеймеген Райымбек, өлсе де кеудесінен бастырмаған ай. Болат
білек қайратты, арыстандай айбатты, жігіттен сардар сайлапты, қорғауға мынау аймақты. Қарасай соның біреті, бірі болғанда іреті. Сол барыстай жүрегі, еңкеймеген ешкімге, құдайдың ғана құл еті. Бірісі бабам қабанбай, екпіні күшті қабандай, қарсы келген дұшпаны алдаспанын сілтесе, қалушы ет басын табалмай, адам түгіл атыр көп, тоқтайды екен шабалмай. Бөгенбай деген бірі бар, тындырған істі қыры бар, қалмақтың бетін көргенде қозатұғын жыны бар. Бірісі науан Наурызбай, үлкендігі қарбыздай, Кенесарыны құтқарған, қаптаған жауға алғызбай. Райымбек деген бабамыз, сергекте тұрса санамыз, тойына келіп тұрғанда осылай жырлай аламыз. Осы қазақтың бабасы, мен қазақтың баласы, аманат етіп қалдырған анау қазақтың даласы. Келетін болса қауіптер, шабатын жауы шауып көр, шаппас бұрын ойланып, Жоңғария деген мемлекет картадан іздеп тауып көр. Белменен алыс жатқан белеспісің, айтылған уақытында кеңеспісің. Сен мені теке дедің, тана дедің, білмеймін басқа адамнан бөлекпісің. Айтыста мал мүліктен шыға алмайсың, сен осы зоотехник емеспісің. Ағамның барды деме дәті қалай, таппайды өлең сөзді ақын оңай. Сөзіңе атымды да қосып қой деп, болмақсың інішегім жақын оңай. Немені Райымбекпен замандаспен, жанады бұл баланың оты қалай. Отырмын ұйқасыңды қадағалап, шумағың шықсы екен деп шашырамай. Шөпті де шөңгені де өлең қылған, кешкейсің ұрпағыңды хақым абай. Бұл қазақ тәуелсіздік қамдағасын, қанатын бейбітшілік қомдағасын. Қаптаған қалың қалмақ шапқан кезде, бабаңның ерлігіне таңғаласың. Ұрпағың кетті-ау бүгін ұсақталып, бойында өр намысы болмағасын. Көшеде екі-үш жігіт теуіп кетсе, мамалап аллалайсың, сарғағасың. Қайдасың қасқыр тектес қайсар бабам, тілімен жалап жазған тән жарасын байда. Ал Рина шабытыңды шақырсында. Сен өзі бұл айтысқа жақынсың ба? Айтыс деген сөз барымтасы деген бар ғой. Осылай ақын таңын атырсында. Ринат деп айтып отшы деп айтып ем, ол сөзім саған тізе батырсың ба? Райымбекпен замандаспен деп айтасың, сен өзі айтысатын ақынсың ба? Райымбек деп айта берер, Райымбекпен айтысып отырсың ба? Табылайын, көкейде бар сөзіммен шағынайын. Жалғыздың үні шықпас дегенменен,
Ақыным солай болса нағылайын. Айтыс болмай жатса да термелетіп тағдырдың тартуына бағынайын. Қиқулап қолдап отса қалың елім, ал енді су жорғадай ағылайын ай. Сәтті жұма күндері, сенбі жексенбі түндері, бабасына сыйынып, ақынның атқа мінгені, алақайлатып ел келді, сөзіме құлақ түргелі. Ұлабай менен Дулаттың сынығы ғой деп бүгінгі, қалыңда жұртым білмені, дауылпаз қылдың даусыңды, болсын деп қойдың дүрмегі. Қиқулап елім дем берсең, туылдап кетер бұл жері. Нықтатып елім іргені, жылжыса көшің ілгері, елім деп сөйлер ерлердің мәңгілік дәурен сүргені вай Мен айтып бүйтіп жекімедім, көп сенің онсыз бүгін көкігенің. Қылшық пен бұлшықты да сөз қыласың, ойлы сөз күтіп сенен отыр едім. Шыққаның сахнаға кешемес бет, соншама күмпиген ес көкірегің. Өлеңнің қасиетін білген бала, Семейде қызық дәурен сүрген бала, таңғалып өз-өзіне алдын ала, ауызы сөзден бұрын күлген бала. Жолыңа бүгін сенің алаңдап ем, қолыма көптен түспей жүрген бала. Көрікті ойыңдайшы көңіл ашқан, тік қасық боп дәметпе тегін астан. 90-ға келген жалдың көбігінің тамшысы қарсылас қып сені қосқан. Аман бол тентегінің тепен көгін, есігін кең дүниенің теуіп ашқан. Рахмет. Қазылар, дайындалыңыздар. Айтысты бастаған Бауыржан Қалиолла ар жағында отырған. Бауыржан Қалиолла 9, 8, 9, 10, 9, 9, 9. Ринат Зайтов бер жағындағы Семей. Көтеріңіздер. 2, 9 Берік Шақанов пен Әсілхан Қалыбекова. Қалғаны 10.